Ассалаумағалейкум достар. Қырғызстанда қазақстандық әйел 14 жастағы қызды ұрды деп жатыр, және оның видеосы тарады. Ана видеодан қарасаңыздар, қыздың өзі кінәлі сияқты. Өйткені видеода көрініп тұр. Қыз бірінші болып қазақстандық әйелді ұрады. Содан кейін әр жерде төбелес басталып кетеді. Қараңыздар мына видеоны. Әйелдің иығынан ба, қолынан ба бірінші болып ана қыз ұрады. Содан кейін төбелес басталып кетіп жатыр. Сонда мына видеоны бір қарағанда, мына қыздың өзі кінәлі. Қыз бірінші болып әйелді ұрды, одан кейін өзі таяқ жеп қалды. Обал жоқ, өзі кінәлі деп ойлап қалады екенсіңдер да мына видеоны қарағанда. Бірақ бұл жерде бір гәп бар. Қазір оны айтатын боламын. Мына видеоны до конца көріп тастайық. Кеттік. Қараңыздар да, осы уақиға мына екі ел арасында, Қазақстан, Қырғызстан арасында өте үлкен дау болып жатыр енді. Адамдар комментарияда қырылысып жатыр. Қырғыз жақ айтып жатыр: бүйтетін болсаңдар, қазақтар Қырғызстанға келмей қойыңдар демалуға деп. Оған біздікі де қайтпайды. Бармасақ бармадық, сендер де мына Қазақстанда жүрген қырғыздарыңды істеп жатқан жинап теріп алып кетіңдер деп жатыр. Сөйтіп осы уақиға екі елдің арасына от салып қойды енді. Жаңағы видеоға оралсақ, қараңыздар. Шынында да видеода көрініп тұр, қыз, кішкентай қыз бірінші болып мына қазақстандық әйелді ұрады. Одан кейін әр жерде төбелес басталып кетіп жатыр да. Бірақ бағанағы айтқандай, бұл жерде бір гәп бар. Мына видеоның басын қараңыздар. Мына кішкентай қыздың мұрны қанап тұр да. Мұрны қан болып тұр. Демек, мына жерде міне төбелесіп кетті ғой. Бұдан бұрын тағы төбелес болған деген сөз ғой бұл. Сонда мына видео толық видео емес. Мына видеоның алдында, мына видеода төбелесіп отыр ғой. Бұның алдында бұлар тағы да төбелескен болып тұр ғой. Мына қыздың мұрнын қараңдар, қанап тұр. Енді мына видеода жаңа қазақстандық әйел бір хижап киген қызбен дауласып жатыр да. Сөйтіп тұрған кезде мына жақтан кішкентай қыз келіп ананы ұрып жібереді. Енді былай қарағанда енді адам ашуын тудырады да. Жай мына өзі бірінші келіп тиісіп алған, ұрып алған, одан кейін мені ұрды деп айтып отқан сияқты болып тұр да, жала жауып отқан сияқты болып тұр. Бірақ жаңа айтып отырмын, бұл жерде бір гәп бар. Мына видеоның басында қыздың мұрны қанап тұр да. Мына жерде бұлар ұстасып төбелесіп кетті ғой. Бұның алдында тағы төбелескен болып тұр ғой. Бұның алдында мына қара киімді қыз бен қазақстандық әйелдің арасында ұрыс керіс болған. Екеуінің арасында дау болған, жанжал болған екеуінің арасында, қара киімді қыз бен қазақстандық қыздың арасында, әйелдің арасында. Одан кейін ана қыздың мұрны қанап кеткен, сөйтіп қыздың адамдары келген әйелге қазақстандық. Че за фигня, мұрнын неғып қанап салдың, анау мынау деп әңгіме айтып тұр. Одан кейін жаңа мұрны қанаған қыз енді кішкене есін жиып алды ғой. Ананы ұрған, екінші төбелес басталып кетіп жатыр да бұл жерде. Сонда айтып тұрмын ғой. Мына төбелес уже екінші төбелес болуы мүмкін да. Жаңа бір видеоны көріп, қыздың өзі кінәлі деуге келмейді да. Не болған, қалай болған, алдағы уақытта анықталады, көреміз. Десе де бірден айта кетейін да. Бұл жерде бар ғой, қазақ, қырғыз деп нетпей қояйық бұны. Екі адам арасындағы жанжал да бұл. Мына әйел, қазақстандық әйел, мынау мықты екен. Жаңа бір топ қыз жабылып жатыр бұған, бой бермейді мынау. Жаңа хижаптағы қызды бүйтіп мойнынан қысып ұстап алыпты. Аналар жабылып кетсе. Мынау мықты екен, бәле екен мына кісі. Бой бермей жатыр да. Жарайды енді. Күлкісімен. Бірақ мен жерде қалай айтқанмен енді 14 жастағы жасөспірім да ол. Кәмелет жасына толмаған бала да ол, бала. Үлкен адам ұрып тастап отыр. Жаңа бала оны боқтаса да, нетсе де ұрды ма, ол енді заң жүзінде жауап береді да бұл. Кішкентай бала да ол, кәмелет жасына толмаған. Міне. Енді қараңыздар. Бірақ енді не бір жағдай болады. Бірақ артық ештеңе айтпай қойым, алдағы уақытта енді анықталады. Мынаны қараңыздар. Мына осы уақиғадан кейін жаңа ұлтқа нетіп жазып отқандар да бар да.
Қазақстандық әйел ғой енді. Бірақ өз басым білмеймін, қазақ па, қазақ емес па, әйтеуір қазақстандық. Анау Қырғызстанның қызы. Қазақстан туристі Қырғызстанның қызын ұрып тастады Қырғызстанда. Содан енді комментария көрсеңдер, Құдай сақтасын, не бір сұмдық айтып жатыр да, ұлтқа тиіп. Бауырлар, олай ұлтқа тимейік. Жаман адам, бұндай вақиға барлық елде болады. Қазақтардың арасында қазақтармен қазақтарда болады. Қырғыздардың арасында қырғыздармен қырғыздар болады. Бір-бірімен ұрысып төбелеседі. Ұлтқа тиюге болмайды бұл жерде. Мысал қараңыздар, өткенде Қырғызстанда бір адам үйінде өзі өсірген құлпынайды әкеп базарға әкеп сатқанда арзан бағада. Өзі өсірген. Сөйтсе базардағылар оны көре алмай, арзанға сатып қойдың, біздің саудамызды алып қойдың деп, әйелі бар, еркегі бар, ана байғұс тұрған ғой жабылып. Өткенде Қырғызстанда қалай шу болды. Сол айтып отырмын ғой. Ұлтқа тиюге болмайды. Бұндай нашар адамдар, бұндай жанжалдар енді боп тұрады да, ол нашар адам, қалай айтсам болады, жаман ұлт болмайды. Жаман адамдар болады да енді. Бірақ мына кісілерді жаман адам деп тұрған жоқ па енді ұрыс керіс боп тұрады да енді. Сол жаңа ұлтқа тиіп, қатты айтып керек емес та. Вот. Тағы не етейін деп едім. Содан кейін осы уақиға туралы жаңағы әйел мен қырғызстандық қыз туралы, төбелес туралы. Бір орыс кісі ғой деймін. Жаңа комментарияға қарасам, орыс кісі сияқты айтып жатыр да, бұлардың жанжалы бір мусордан басталған екен да, қоқсықтан. Содан басталып кеткен екен. Енді бұл орыс тәденің, орыс апашканың сөзіне қарасақ, қазақстандық әйелдің кінә қазақстандық әйелде сияқты болып тұр да. Орыс тәденің, орыс апашканың сөзіне қарасақ. Бірақ бұл жерде қараңыздар, орыс апашканы қараңыздар. Жаңағы әйел ұстасып қалды ғой, қазақстандық әйел, жаңағы хижап киген қызды бүйтіп ұстап тұр ғой. Сол кезінде келіп көрген сияқты да, орыс апашкамыз. Бұның алдындағы төбелесті көрмеген сияқты. Толық көрмеген сияқты да, қысқасы бұл жанжалды басынан бастап. Ең бірінші жаңағы қазақстандық әйел мен 14 жастағы қыздың арасында не болған? Бірінші жанжалдары. Одан мына екінші жанжалдарын көрген сияқты мына орыс апашка. Бірақ енді көреміз, айтып отырмын, алдағы уақытта не болатынын көреміз. Не деймін мен? Сол жаңағы ұлтқа тиіп, қатты ештеңе айтуға болмайды. Бұндай жанжалдар болады да енді. Бұл соңғысы емес, бұдан кейін де болады. Құдай сақтасын, бірақ енді адам болды ма, ол болады ондай. Бірақ жанжал деген дұрыс емес те, енді ұрыс керіс деген. Бірақ енді жаңағы ұлтқа тиіп, анау мынау сол дұрыс емес.